Қайырлы күн, достар. Бүгін біз медовый елка тортын дайындаймыз. Жаңа жылға дайындап көріңіздер, өте әдемі, столдың сәнін кіргізеді. Бізге қажетті заттар: бір жұмыртқа, егер сізде шағын жұмыртқа болса, 2 жұмыртқа пайдаланыңыз. 82% 50 грамм сары май және 40 грамм мед. 70 грамм шекер және шымшым тұз. 200-220 грамм ұн және жарты чайный ложка сода. Бірінші жұмыртқаны жарып аламыз. Оған шекер мен тұзды саламыз. Осы қоспаның үстіне сары май мен медті саламыз. Енді осы қоспаны водяной баняда ерітеміз. Сары майымыз бен шекеріміз жақсылап еру керек. Осы ингредиенттердің бәрін өзіңізге керегенше көбейтіп, яғни ұнды, жұмыртқаны, шекерді, медті сәл пропорциясын көбейтіп, өзіңізге керекті цифра тортын, басқа да формадағы торттарды көлеміне қарай өзгертуге болады. Мінекей, бізде қоспамыз дайын. Шекеріміз бен майымыз ерді. Жұмыртқаның пісіп кетпегенін қадағалауымыз керек. Енді осы қоспаны сәл суығанын күтеміз 1-2 минут. Және де осыған алдын ала елегіштен өткен 200 грамм ұнымыз бен содамызды 2-3 бөлікке салып араластырамыз. Қатты емес, жұмсақтау қамыр илейміз. Енді біз жұмсақ қылып қамыр илейміз. Егер қамырымыз қатты жұмсақ болса, тағы да 10-15 грамм ұн пайдалансаңыздар болады. Мінекей, осындай жұмсақ қамырды дайындап, пищевой пакетке салып, 3-4 сағатқа холодильникке, не болмаса жарты сағат 40 минут морозилікке, яғни тоңазытқышқа сақтаймыз. Міне, жарты сағат морозилікте тұрған қамырды 2 бөлікке бөлдіп жаямыз. Мен 2 бөлікке бөлдім, себебі қазір біз елка пішінді кесіп алғандықтан, қалдықтан 3-ші бөлікке тағы да біріктіріп, 3-ші қамырды жаямыз. Міне, қамырды жайдық. Бетіне қағаздан өзіңізге ыңғайлы елка формасын кесіп аласыздар, шырша формасын. Және де әдемілеп қамырды кесеміз. Қалған қамырды біріктіріп, 3-ші рет тағы қамыр жаямыз. Яғни менің медовый тортым 3 бөліктен тұрады. Мінекей, осындай етіп 3 шырша формасын кесіп алып, 180 градуста 5-7 минут пісіреміз. Қамырыңыз сәл тағы қалған болса, жанына қойып пісіріп алсаңыз болады. Мінекей, 7 минутта менде корждар пісіп шықты. Енді осыларды біріктіреміз. Менде крем-чиз. Крем-чизім стойкий болу үшін 300 грамм творожный сыр, 100 грамм сахарный пудра, 250 грамм сливки пайдаландым. Осылайынан әдемілеп тортымызды біріктіруді бастадық.
әр корждың арасын осылайынан әдемілеп креммен толтырып шығамыз. Үшінші слойымызды да креммен толтыруды бастаймыз. Осылайынан үшінші слойды да крем чизбен толтырып шығамыз. Қолда бар ингредиенттермен сәндесеңіздер болады. Менде мандарин, әртүрлі посыпкалар, с Новым годом деген топер бар екен. Осы топерді қойдым. Қандай да бір өздеріңізге ұнайтын жеміс жидекпен сәндесеңіздер болады. Мен қолда бармен сәндедім. Өте әдемі. Ең бастысы оңай және үйде бар ингредиенттермен жасалатын медовый торт. Бәріңізді келе жатқан жаңа жылдарыңызбен.